Баршаларыңызға ассаляму алейкум. Мен қазір Медина қаласында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешітінде отырмын. Бұл мешіт Масджид ан-Набауи деп аталады. Осы мешітте Рауда Джаннат бағы бар. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Омар, сахабалар жерленген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Енді қараңыздар, мен бұл жерде Аллах тағала 91-ші есім мен 95-ші есімдердің мағынасын ашпақшымын. Осы жерге түсіпті Алла нәсіп болып, енді сіздерге пайдалы болады деген ниеттемін. 91-ші есім Әбдар есімі, яғни Аллах тағала зиян беруші, бүкіл зиянды жаратушы Аллах тағала, бірақ ешкімге Алланың қалауынсыз зиян тигізе алмайды. Соны түсінуіміз қажет. Және де Аллах тағала жер бетіндегі халықтарды жойушы, күнәһарларға зиян, апаттар жіберуші, күнәһар халықтарға. Енді Әбдар есіміне қарама-қарсы ән-Нафих есімі бар, яғни пайда беруші деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала бүкіл пайдалы нәрселерді жаратушы, және де Аллах тағаланың қалауынсыз ешкімге пайда келтіре алмайды. Соны түсінуіміз қажет. Ән-Нафихтан кейін бізде Әл-Хади есімі, яғни нұсқаушы, жол көрсетуші деген мағынаны білдіреді. Бұны қалай түсінеміз? Аллах тағала тура жолдарды көрсетуші, яғни рухани, дүниелік істерде қайсы пайда беретіні, қайсы дұрыс екенін нұсқа көрсететін Аллах тағала осы Әл-Хади есімі арқылы көрсетіп тұр. Яғни бір нәрсені таңдауда қиын болған кезде, дүниелік істер болсын, рухани істер болсын, Аллах тағаланың Әл-Хади есімімен дұға етуіміз керек. Я Хади, мен мына жолдардың қайсысын таңдарын білмей жатырмын. Қайсы маған пайда береді? Сен пайда берушісің ғой, ән-Нафихсің ғой. Аллахым, осының тура жолын Әл-Хади есімің арқылы көрсете көр деп дұға етуіміз қажет. Түсінікті ғой, Әл-Хади тура жолға нұсқаушы. Келесі Ән-Нур есімі, нұрландырушы деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала жер мен аспанға, күн мен ай арқылы нұр жібереді. Сонымен қатар тереңге кіретін болсақ, Аллах тағала ақыл мен жүректерге нұр беруші, айқын жолдарды көрсетуші. Ақылдың нұры, жүректің нұры дейді ғой. Ол Алланың таныған жүрек, Алланы таныған ақыл. Келесі ең соңғы бізде Әл-Бадих есімі, яғни көркем түрде жаратушы деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала бүкіл жаратылыстардың ең көркем түрде жаратты, соны ешқашан ұмытпағанымыз жөн. Әл-Бадих есімімен аяқталады. Келесі сабағымыз Алла тағала 99 есімі бойынша соңғы сабақ болады. Иншалла 96 есім мен 99 есім аралығын өтетін боламыз. Видео сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Сіздерге де осындай қасиетті жерге Аллах тағала шақыру жүре берсін. Иншалла, баршаларыңызға ассаляму алейкум.